армысыздар. Біз бүгін сіздермен наурыз көженің рецептімен бөлісетін боламыз. Наурыз көженің рецептімен бөлісіп қана қоймай, осы уақытқа дейін ішіп жүрген наурыз көженің ішінде бір көңіліме кереметтей ұнаған, дәмі бір осы уақытқа дейін аузымнан кетпей жүрген бір керемет бір өте күшті наурыз көжені ішкен едім. Сол наурыз көжені қай жақтың кісілері жасады, ол кісілер қай ауылдан, сонда айтатын боламын. Ол үшін мына видеоны аяғына дейін көріңіздер, сол аяқ жағында ол айтылады. Ал енді кеттік. Мына жерде көріп отырсыздар, екі жүгеріні бірге қосып жуып жатырмыз. Себебі екі жүгері бірге пісіріледі. Біз бұған бидай да қостық. Бидай бірақ бөлек пісірілді. Бидайды бөлек пісірген себебіміз, ол екі жүгеріден ертерек пісетті езіліп кетеді. Сондықтан бұған қосқан жоқпыз. Мынандай жүгеріні әбден тазалап, әдемілеп тұрып жуу керек. Шаңын, қоқмының бәрін кетіріп, одан кейін суын құясыз, отқа қоя саласыз. Біз де солай жасадық. Суын қойып отқа қойдықтаған, қасынан етті пісіруді бастадық. Енді етке келейік. Ет бұған қандай ет қосқан дұрыс. Енді әрине бұған сүрет болса өте керемет болады. Мысалы, қазы болса, қойдың құйрығы, түйенің өркеші, енді ет кез келген тамақтың дәмін келтіреді ғой. Сондықтан ет міндетті түрде қосылу керек. Мүмкіншілік болса, мынау сүрет болғаны өте керемет болады енді. Етті пісіріп алдыңыз, айтпақшы, мына тек қана жүгері, бидай емес, оған тары қоссаңыз да болады, маш дейді, лобия дейді, бәрін қоса берсеңіз болады. Біз бүйтіп қатықпаған рецепт жоқ қой өзі негізі. Міне, біз бүйтіп отқа қойдық. Енді мына жерде мен неге келейін енді. Мына видеоны аяғына дейін көріңіздер, ұнаса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, елмен бөлісіңіздер. Мына каналдың дамуына, қазақша контенттің дамуына қолдау білдіріңіздер. Міне жүгерілеріміз пісті, дайын болды, жарылып, өзі піскені білініп тұр. Былайша айтқанда, наурыз көже дайын. Тек енді сол піскендерін бір-біріне қосып араластырсаңыз, ары қарай іше беруге болады. Мынау біздің бидайымыз. Бидайды біз еттің сорпасына пісіріп алдық. Мынау еттің сорпасында піскен бидай. Бидай жарылған, уже піскен, дайын болып тұр. Енді бұған етті әкеп саламыз, ағарғанды қосамыз, сонымен ары қарай іше берсек болады. Енді ағарғанға келейік. Ағарған айран, қымыз, қымыран. Қайсысын қоссаңыз да бола береді. Енді осы уақытқа дейін мен сүт қосқан ешкімді көрген жоқпын. Енді жаңағы ең күшті өзіме ұнаған наурыз көжеге келейік. Міне біздің пісіріп бөлек ақ қойған етіміз. Ол осындай наурызға қарсы бізге бір Жаркенттен достарымыз келді. Сол кісілер біз сіздерге жаркентский наурыз көже жасаймыз. Оған бізге міндетті түрде сүзбе керек деді. Сүзбе жоқ, анда мындан сұрап жүріп сүзбені зорға тапқанбыз. Мен сол есімде. Бірақ енді наурыз көже бір керемет болды. Тура кәдімгі бір майлы, дәмі де жақсы. Есімнен кетпей қалған наурыз көже, сол Жаркент ауылынан келген кісілердің жасаған наурыз көжесі. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ұнаса міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, поделиться батырмасын басыңыз, қазақ тілді контентке қолдау білдіріңіз. Басқа да жаңа видеолар күтіңіз, жақсы контенттер беруге уәде береміз.